Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын палау дайындайтын боламыз. Бізге керек ингредиенттер: күріш, жұмыртқа, шағыл май, приправа, морковь, чеснок, пияз, ет, тұз және көкөністер. Күрішті салқын суға жуып алып, салқын суға салып қоямыз. Бірінші етімізді турап аламыз. Еттің орнына тауық етін немесе фарш қосу арқылы да пісіруге болады. Міне енді мен турап алдым. Енді майымызды құйып, етімізді салып, үстіне тұзын салып, етті әбден қуырып аламыз. Морковьті тураймыз. Пиязды турап аламыз. Қуырып жатқан еттің үстіне морковьті саламыз, пиязды саламыз, әбден қуырамыз. Суы тартылғанша. Үстінен қалаған приправаларыңыз қосуыңызға болады. Мен чесночный және для плова деп арналған приправаны қостым. Әбден қуырып аламыз да үстіне күрішімізді саламыз. Күрішті салғаннан кейін осындай бір пучок чеснокты сыртын жуғанда қабықтары жұмсарып алынады. Бір қабат қабығын аламыз, дұрыстап тазалап, сосын осылай пышақпен кесіп шығамыз. Күрішіміздің ортасын сәл ашып, ортасына чеснокты салып қоямыз. Үстіне қайнаған судың 1 сантиметр асырып құямыз. Күріштің астын басып, бетін жауып қоямыз. Жұмыртқаны пісіріп алып, зелінді турап дайындап қоямыз. Енді осылай пісіп шықты. Осылай салып аламыз да. Үстінен жұмыртқамызды бір бөліп, видеодағыдай сәндеулеріңізге болады, қалауларыңызша. Осымен палауымыз дайын. Менің күнделікті қолданатын рецептім бойынша пісіріп көріңіздер сіздерде. Соңына дейін видеоны қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.